Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін мен түскі асқа осы асқабақты қайнаттым. Асқабақ өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Ішіндегі дәнін тастамаймын. Күнделікті аш қарынға дәндерін қолданып отырамын. Асқабақтың өзі адамға қажетті витаминдерге өте бай. Калий, кальций, мырыш, йод сияқты витаминдерге бай. Осы күнделікті күнара тағам арасына қолданып отырыңыздар. Сіздерде адамға қажетті витаминдердің осы асқабақтан табылады. Оның үстіне асқабақты асқазан жарасы бар және де бүйрек, бауыр ауыратын адамдар пайдаланса жақсы әсерін тигізеді. Терінің түсін бір қалыпты ұстауға көмектеседі және де іштегі құрттарды түсіреді. Емізулі әйелдерге, келіншектерге, қыздарға осы асқабақты жеуге кеңес беремін, себебі сүтті құнарландырады, сүтті көбейтеді. Алғашында маған осы нәрседен қиналдым. Сосын осы асқабақты жегеннен кейін сүт көбейіп құнарлана бастады. Күнара осы асқабақты жеп отыратын болдым. Сіздер де міндетті түрде осы асқабақты пайдаланып отырыңыздар. Достар, менің каналымда түрлі оңай жасалатын торттардың, тағамдардың, пирогтардың рецепттері бар. Міндетті түрде жазылмаған болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.